Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Біз сабағымызды жалғастырамыз. Тоқтаған жеріміз ол мәт әріптеріне келдік. Мәт әріптері. Жалпы алдымен мәт деген мәт сөзінің мағынасы араб тілінде созу, тарту, арттыру деген мағынаны білдіреді. Ал енді біздің өтіп жатқан қағидаға сәйкес тәжвид ережесінде ол созылыңқы дыбысты мәт деп атайды. Мәт әріптері, араб тілінде мәт әріптері үшеу. Ол әлиф, вау және я. Әлиф, вау, я әріптері созылатын мәт әріптері болып есептеледі. Және бұл әріптер, мысалы мәт әріпі қазір өтеміз, өзінің алдыңғы әріптің келген харекетімен қосылады да, осы әріптің, яғни алдында келген әріптің созылуына себеп болады. Міне осындай созылатын әріптерді мәт әрпі деп атаймыз. Бірінші әлиф әрпі. Әлиф. Егерде осы әлиф сукунды болып, яғни сукунды деген сөзіміз, міне оның бейнесі ешқандай харакат болмаса, ол сукунды деген сөз. Сукунды деген сөз. Егер әлиф сукунды болып, оның алдыңғы әріп фатхалы болса, алдында тұрған әріптің харекесі фатхалы, онда осы әлифіміз біздің бір, яғни тағы да қола деп екі харекетке созылады екен. Мәт әрпі болып саналады да, және мына алдында тұрған фатхаға сәйкес екі фатха мөлшерінде созылады. Яғни қо тағы да фатханы қосамыз, сонда қола, қолат. Екі фатха мөлшерінде созамыз. 2 секундтай деп те айтуға. Қолат. Тәбә. Сахирун. Сақибун. Сабитун. Субатин. Осылайша созылатын әріптердің біріншісі әлиф, және ол өзінің алдында келіп тұрған әріптің харекесіне сәйкес созылуына себеп болады. 2 мөлшерде созамыз, яғни 2 секундтай 2 фатха мөлшерінде. Енді оқып шығайық. Сома. Мән сома. Рамадана. Ихдина. Бізге жеңіл болу үшін барлық сол мәт әріптерін, яғни қазіргі әлиф пен келетін мәт әріптерін қызыл бояумен бояп қойған. Ол біздің үйренуімізді жеңілдетеді. Тәбәрока. Акабира. Масакина. Масаджиду. Инна нахну. Наzzalna. Arsalna. Karramna. Innana. Awhayna. Subhanaka. وتبارك. فلما. سمعنا. وأطعنا. ربنا. كتبناها. لا
لا تخافا حافظات حافظات قانتات قانتات بغلام بغلام بدخان بدخان مطاع مطاع متاع متاع. Бұл мәт әрпі, яғни ең мәт әрпі үш түрлі болады. Біріншісі әлиф, екіншісі вау және я әрпі. Осы алғашқысы мәт әріптің созылуы. Бұл қандай жағдайда созылады мәт әрпі? Егер осы әлиф сукунды болып және оның алдындағы тұрған әріптің харекесі фатхалы болған жағдайда соған сәйкес созылады. Екі мөлшерде созамыз. Және екінші созылатын әріптің түрі ол я әрпі. Ол да солай, алайда бұл әлифтен артықшылығы, өзгешелігі, бұның алдында кәсіра келу керек. Яй жалпы өзіне қабыл ететін және өзіне жақын харекет, ол кәсіра. Әлифке фатха болса, яйға кәсіра. Сол себепті алдындағы әріптің харекеті кәсірлі болса, одан кейін сукунды яй келсе, онда ол екі мөлшерде қила, қила емес, қила деп созылады екен. Қида, кила, нила, жадидан, баидин, хакимун, ятимун. Енді жаттығуларды оқиық. Иза қила, алимун, алимун, фи әмрина, байқадыңыздар, бұл кәсірлі мәт. Алдында кәсір келген. Және әмрина сөзінде фатхалы мәт. Әмрина, фи садрина, ғафилина, ظالمين عابدين خالدين مستقيمة نسينا إن نسينا نصيبنا أبابيل مصلين مبشرين من سجيل ترميهم أيديهم يهديكم من أخيه قومي وجعلني يصطفي نبتغي وكثيرا وقليلا لقدير لحديث بقريب بضنين لشديد ونخيل صديقكم خطيئتي معرضين لجميع. Бұл я әріптеріне қатысты мәт ережесі. Және соңғы үшіншісі вау әріпі созылатын мәт әріптерінің бірі болып табылатын ол вау әріпі. Бұл да өзіне сәйкес вауға жақын харекет, ол дамма. Вау әріпі сукунды, оның алдында дамма келетін болса, ол нунның созылуына себеп болады.
Сонда бұл жерде нухун деп оқылады. Нухун, лутин, худан, рухун, аузу, наузу, ятубу, такуну. Жаттығулардың барлығын бірге оқып шықсақ. Ядхулуна, ядхулуна, та'будуна, та'будуна, عابدون عابدون تدرسون تدرسون ساهون ساهون يمنعون يمنعون ماعون ماعون قيوم قيوم مغضوب مغضوب ينفقون ينفقون يوقنون يوقنون مفلحون مفلحون لم تقولون لم تقولون وإذا لقوا تتقون تتقون من جوع من جوع ما يخدعون مجتمعون مجتمعون لمردودون لمردودون وتذرون وتذرون فأتبعوهم قتلتموهم قتلتموهم ليتمتعون ليتمتعون سيغلبون سيغلبون يسألونك يسألونك يستأذنونك يستأذنونك يسمعونك يسمعونك تستطيعون تستطيعون. Осылайша мә тәріптеріне қатысты барлық ережелерді оқып, жаттығуларды оқыдық. Және тағы да ескертеміз, бұл барлығы қасиетті Құранда жазылған сөздер, Құранның сөздері. Бұларды өте көп оқуымыз керек. Тезірек жаттығулар жадымызда жақсы сақталып, дұрыс айтылу үшін кем дегенде 10-15 реттен қайталауымыз керек. Ол міндетті түрде. Және қосымша жазып жүрсеңіздер, жаңа өткенде бастаған дәптерлеріңізге нұр үстіне нұр өте жақсы болады. Енді келесі сабақтарымыз ережелерді қамтиды. Сол иншалла сабақты енді аз-аздан жіберіп отыратын боламыз ережелеріне сәйкес. Кейін Алла нәсіп етсе тәжвидтің қағидаларына кіреміз. Алла тағала иншалла білімімізді арттырсын. Келесі жолыққанша аман сау болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.